Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжауды үйренесіңдер. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасуды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма. Берілген сөздерден 4 сөйлем құрап жаз. Тиісті тыныс белгілерін қой. Бірінші сөйлемнің сөздері па, алыс, мектеп, оқитын, сен. Екінші сөйлемнің сөздері әдепті, балалар, қандай. Үшінші сөйлемнің сөздері ат қоюға, мәтінге, болады. Төртінші сөйлемнің сөздері баласы, аюдың, не. Яғни балалар, бұл жердегі сөздердің орны ауысып кеткен. Енді сендер осы сөздерден сөйлем құрап, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Сендердің де жауаптарың осындай болды деп ойлаймын. Өз жауаптарыңмен салыстырып көріңдер. Бірінші сөйлем. Сен оқитын мектеп алыс па? Балалар, бұл қандай сөйлем? Дұрыс айтасыңдар, бұл сұраулы сөйлем. Екінші сөйлем. Балалар, қандай әдепті? Бұл қандай сөйлем? Бұл лепті сөйлем. Үшінші сөйлем. Мәтінге ат қоюға болады. Балалар, бұл қандай сөйлем? Бұл хабарлы сөйлем. Төртінші сөйлем. Аюдың баласы не? Бұл қандай сөйлем? Бұл сұраулы сөйлем. Сонымен балалар, сөйлемнің қандай түрлері бар екен? Хабарлы, лепті және сұраулы. Хабарлы сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі қойылады? Дұрыс айтасыңдар, нүкте қойылады. Ал сұраулы сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі қойылады? Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Ал лепті сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі қойылады? Балалар, дұрыс айтасыңдар. Лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Диалогты дұрыс қалпына келтіріп жаз. Үлкен рахмет. Мен сізге жедел хат әкеп тұрмын. Бұл кім? Жарайсыңдар балалар. Өз жауаптарыңмен салыстырып көріңдер. Бұл кім? Мен сізге жедел хат әкеп тұрмын. Үлкен рахмет. Балалар, сонымен диалог дегеніміз не екен? Бұл жерде неше адам сөйлесіп тұр? 2 адам. Сонымен балалар, 2 немесе одан да көп адамдардың сөйлесуін диалог дейміз. Балалар, үшінші тапсырмаға кезек берейік. Кім жылдам тез ойлан ойыны арқылы өз білімімізді сынап көрейік. Сұрақтарға жауап берейік. Аяқталған ойды білдіретін тілдік бірлік. Хабарлы сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі. Неліктен сұрағына жауап беретін мәтін түрі. Автордың айтқысы келген негізгі пікірі. Тамаша балалар, сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Аяқталған ойды білдіретін тілдік бірлік ол сөйлем. Хабарлы сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгісі ол нүкте. Неліктен сұрағына жауап беретін мәтін түрі пайымдау. Автордың айтқысы келген негізгі пікірі негізгі бөлік. Балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтардың көмегімен затты сипаттап жаз. Бұл жерде
Нені көріп тұрмыз? Иә, бұл доп. Доптың түсі қандай? Оның материалы қандай? Доп неден жасалған? Доптың көлемі қандай? Доп кімдікі? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Сендердің де жауаптарың осы секілді болды деп ойлаймын. Доптың түсі түрлі түсті. Доптың материалы мықты. Доп резинкеден жасалған. Доптың көлемі домалақ. Доп айбардың добы. Өз жауаптарыңмен салыстырып көріңдер. Балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда, оқы. Біз сыныпты таза ұстаймыз. Өйткені ол біздің екінші үйіміз. Мұны балалардың бәрі жақсы түсінеді. Балалар, мәтіннің түрін анықтап көрейікші. А. Әңгімелеу мәтіні. Ә. Сипаттау мәтіні. Б. Пайымдау мәтіні. Дұрыс айтасыңдар. Мәтіннің түрі пайымдау мәтіні. Балалар, жоғарыда оқылған мәтінге ат таңдап көрейікші. Бұл жерде бізге 2 тақырып берілген. Мәтіннің мазмұнына қайсысы сай келеді? Біріншісі біздің сынып, екіншісі сынып екінші үйіміз. Дұрыс айтасыңдар. Мәтінге сай келетін тақырып сынып екінші үйіміз. Балалар, ендігі кезекте мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақ құрастырып жазып көрейік. Жарайсыңдар балалар, сендерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Мысалы, біз сыныпты қалай ұстаймыз? Сынып біздің нешінші үйіміз? Балалар, ендігі кезекте жағдаятпен жұмыс жасап көрейік. 6-шы тапсырма, жағдаятпен жұмыс. Медеттің інісі Аян балабақшаға барады. Кеште Аян ағасынан жапырақ көктемде неге жасыл, күзде неге сары болады деп сұрап қоймайды. Сұрақтың жауабын таба алмаған Медет көмекке сыныптастарын шақырады. Балалар, мұндай жағдайда сендердің жауаптарың қандай болмақ? Өз жауаптарыңды жазып, ұстаздарыңа жіберіңдер. Бүгінгі сабағымызда өткенді еске түсіре отырып, мәтін түрлерін қайталадық. Сөйлем түрлерін анықтадық. Тыныс белгілерін еске түсірдік. Диалогты, сұхбат жүргізуді үйрендік. Балалар, бүгінгі сабақтан сендер мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжауды үйрендіңдер. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттастыңдар. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.